Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жұмсақ булочкидің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен аппарасын жасап аламыз. Ол үшін бізге керегі жылы сүт, одан кейін дайындалып тұрған ұнымыздан 2 ас қасық ұнымызды саламыз. Дрожжымызды саламыз. Массамызды жақсылап араластырамыз. Төрт-бес қасық ұнымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Массамыз қою болғанша. Аппарамызға 5-6 ас қасықтай ұн қосылды. Бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қойып қоямыз. Енді бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып болғаннан кейін майымызды ертіп ыстық күйінде ақырын араластырып отырып құямыз. Барлығын сразу құймаймыз, өйткені жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті жай жылдамдықта араластыратын боламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің алдын ала дайындалып алған аппарамыз қою, осындай болып шығу керек сіздерде де. Осы массамызға салатын боламыз. Бірінші кезекте салып аламыз, одан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған массамызға енді қалған ұндарымызды салып, ақырындап араластыратын боламыз. Қолымыздың көмегімен массамызды илейтін боламыз. Мөлшерден артық ұн қосудың қажеті жоқ. Көп ұн қоссаңыздар, булочкаларымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті жұмсақ қып, қолға жабысатындай қып илейміз. Біздің тестамыз көтерілді. Мен 2 рет бастым. Жақсы көтерілді, жұмсақ болды. Қолға да жабыспайды. Май жағып, жақсылап формасын келтірсеңіздер болады. Әртүрлі формада да жасай берулеріңізге болады. Менде 15 штуктай булочки шықты. Өздеріңіз қалаған әртүрлі формада жасауларыңызға болады. Мен осылай гүл тәріздес түрінде жасадым.
Булочкаларды сразу пешке салмаймыз. 10-15 минутта бетін жауып, жылы жерге қойып қойыңыздар. Беті көтерілуі қажет. Біздің тестамыз көтерілді. Көтерілген булочкалардың үстіне жұмыртқаның сарысы, кішкене сүт құйып жібердім. Сол кезде тестамыз жақсы сап-сары болып піседі. Оның үстіне кунжут қостым. Әртүрлі нәрсе қоссаңыздар болады, мак барлығы бола береді. Пешке 180 градусқа 15-20 минут беті қызарғанша қойып қоямыз. Булочкамыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Лайк басыңыздар, көп рецептер болады.